Ахметова Жаңақорған аудандық бөлімінде бастаушылықтар бойынша әдіскер болып жұмыс жасаймын. Біз осы ұстаздар сайты республикалық көздің кезек деген біздің ауданымыз үшін ең бірден-бір танымал да жанашыр мұғалімдердің мәртебесін арттыратын, соған қызмет ететін сайт деп бағалаймыз. Сол сайт туралы кеше сәуір айында ғана білдім. Сол сәуір мен мамырдың арасында біздің ауданда 285 мұғалім сайт тікелей байланысқа түсіп, өздерінің үлгілі сабақтарын жариялап, арнайы сертификаттарын алып, балалардың ғылыми жобаларын, оқушылардың түрлі шығармашылық жұмыстарын жариялап, оларға арнайы алғыс хаттарын алып, үлкен құрметке бөледі. Ал ұстаздың еңбегі әрдайым өзінің еңбегінің жемісін көруімен бағаланады. Ал содан бері де біз тамыз айынан бастап осы сайтпен үнемі тығыз байланысты жолға қойып отырмыз. Соның нәтижесінде біз бұл кісілердің республикалық семинарын өзіміздің Жаңақорған ауданында өткізуге мүмкіндік алдық. Бүгін міне осы семинарды бастап отырмыз. Семинарға қазір 150 мұғалім тіркелді. Біздің семинарымызға Алматы облысы Панфилов ауданынан ұстаздардың бір тобы келді, Арал ауданынан, Қызылорда қаласынан 3 топ келді, сондай-ақ Қармақшыдан және Қазалы ауданынан жеке қатысушылар келді. Сайыстың негізгі бөлімдерінде біз 3 секцияға бөлдік мұғалімдерді. Қазір 100-ден астам мұғалімдер өздерінің тәжірибелерін бір-бірімен бөлісіп ортаға салып жатыр. Бірінші секция сындарлы оқу секциясы деп қойдық. Қазіргі бүгінгі күннің ең басты мәселесі Кембридж бағдарламасы бойынша сындарлы оқу теориясын дамыту болып табылады. Біздің ауданымызда 170-ден астам мұғалім осы курстан өткен болатын. Солардың өзара байланысын нығайту мақсатында осы секция жұмыс жасап жатыр. Екінші секция мұғалімдердің кәсіби даму жолдары, яғни түрлі инновациялық бағыттағы жұмыстарын осы секцияда өзара бөліседі. Ал үшінші секция негізгі бағыт бұл мектептің, қоғамның және ата-ананың ынтымақтастығы деген бағытта секция жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі секция жұмысында осы нөмір 160 мектептің ұжымына, сондай-ақ аудандық Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары арнайы қонағымыз болды. Сол кісілерге және барша ауданымыздың мұғалімдеріне ризашылығымызды айтқымыз келеді. Жұмысымыздың соңғы бөлігі 3-ші кезеңі мұғалімдердің кәсіби конкурсы болады. Кәсіби конкурсқа Құда қаласа 8 команда қатысады деп күтіп отырмыз. 5-еуі, 4-еуі Жетісудан, Аралдан, Қазалдан, Қызылордадан келген командалар болса, ал 4-еуі біздің Жаңақорған ауданының командалары. Сондықтан бүгінгі семинарға қош келдіңіздер дей отырып, барлық әріптестерімізге шығармашылық табыс тілеуге рұқсат етіңіздер.